Сендерге ұнаймы зерттеу жұмысы? Иә. Өте жақсы. Ендеше бұл зерттеуде біз судың түсінің ерекшеліктерін бақылаймыз, иә? Иә. Және ауаны бақылаймыз. Ауа қозғалысын бақылаймыз. Балалар, біз ауасыз өмір сүре аламыз ба? Жоқ. Ауасыз өмір сүре. Ауаны көресіңдер ме? Сендер қолмен ұстай аласыңдар ма? Ұстай алмаймыз, дұрыс. Ауамен не істейміз біз? Я, тыныс аламыз, дем аламыз. Сусыз өмір сүре аламыз ба? Сүре алмаймыз. Суды біз қай кездерде ішеміз? Дегенде не ішесіңдер? Су ішесіңдер. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше біз бүгін зерттеу жұмысын осы суды зерттейміз. Ауаны көрсетемін балалар сендерге, е? Бүгінгі біздің зерттеуімізге қол жетімді заттармен біз бүгін зерттеу жұмысын өткіземіз. Бүгін мінеки сендердің алдында көрініп тұрған күнделікті біз су ішіп жүрген сусынның бөтелкесі, босап қалқаған. Және бояу, гуаш бояу, және шыны стакан. Қазір балалар, және шар. Осы шарды үрлейміз. Үрлеген кезде ішіне не толады балалар? Ауа. Дұрыс айтасың ескенді. Ауа толады. Ауаны алып, бөтелкені ішіне беттеп аузына барып не істейміз? Үрлеп саламыз. Сол кезде күшті сендер ауаны байқайсыңдар. Келесі ыдысқа су қозғалып құйылады. Сол кезде біз нені байқаймыз? Ауаны байқайсыңдар. Ауаны қозғалысын, судың қозғалысын байқаймыз балалар. Кәнекей ендеше қолымызға шарды аламыз, үрлеп ішіне ауаны толтырамыз. Мына жердегі судың түсі қандай? Көп, дұрыс айтасың. Ал мына шыны ыдыстың ішіне біз боямақты езіп дайындап қойдық. Екі түсті қосқанда қазір қандай түс өзгереді екенін көреміз, жақсы ма? Стақанның ішінде қандай түс тұр? Сары түс тұр екен. Қане, енді қазір көк пен сарының түсін қосқанда қандай түс шығады екенін байқаймыз, жақсы ма? Ал, інжуді көреміз. Ұстай қой. Стақан ұстап тұр. Стақан ұстаймыз, стақанды. Нағыз, ұстай қой, ха? Көрдіңдер ма балалар? Су не істеп жатыр? Бөтелкедегі су қайда құйылып жатыр? Стақанға. Дұрыс айтасыңдар, мінекей балалар. Стақанға құйылды. Ауаны тоқтатсақ, су не істеді? Тоқтап қалды ма, ақты ма? Тоқтап қалды. Көрдіңдер ме? Біз ауаны көрдік пе балалар? Көрдік, иә? Мінекей, ауаның бар екенін сезіндік. Дұрыс айтасың, иә? Ал енді келесі түсті бақылайық, иә? Ескендір, сенде қандай түсті бөтелкеңде? Қызыл түсті, дұрыс айтасың. Ал енді осы қызыл түсті. Мына ыдыста қандай түсті? Көк түсті. Ендеше осы қызыл түсті, көк түсті араластырамыз. Қандай түс пайда болады? Ал, ауаны қазір су қозғала ма, қозғалмай ма көреміз, иә? Ауаның ішіне жібереміз шарды ауаны. Су шықты, иә? Бұл су қалай қозғалды? Шардың ішіндегі ауа не істеді? Бөтелкенің ішіне кіріп, су қозғалсын не істеді? Көрдік, аға, байқадық. Ұнады ма балалар сендерге зерттеу жұмысы? Иә. Ал енді осының ішіндегі суды алып, қазір араластырайық, иә балалар? Кәнекей, түтікшемен араластырайықшы, араластыра ғой. Түс болды? Қандай түс болды? Дұрыс айтасың, қандай түс екенін жүр? Жасыл түс пайда болды. Ал балалар, не көріп отырсыңдар ғой, е? Бөтелкені тестік, түтікшені салды. Осы түтікше арқылы стақанға не құйылды және? Су құйылды. Дұрыс айтасыңдар. Су құйылды. Анасы бүгін өзінің іс тәжірибесімен үйде жасаған зерттеу жұмысын бүгінгі балабақшамыздағы балаларға бөлісейін деп келген екен. Кәнекей, бәріміз назарымызды аударайық, Жүкай. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз іс тәжірибемен бөлісеміз. Міне біздің ыдысымыз. Ыдысымыздың ішінде бояу қосылған суымыз бар. Және шамымыз. Үлкендердің көмегімен ғана жасаймыз, иә балалар? Үйде ата-аналармен жасап көрсеңдер болады. Ұнар ма балалар? Сен не істедің? Мә, балалар, қандай керемет болды, иә? Шыны айтыңыз, қарапайым үйде бар заттармен үйлеріңізде жасап көрсеңіздер болады. Рахмет сізге көп-көп назар қойып тыңдағандарыңа балалар, көргендеріңе көп-көп рахмет.